атадан қалған асыл сөз. Байдалы би мен Айғаным. Айғаным көк сырғанақтың шылбырын өз ұстап, шешенді өз қолымен аттандырады да, кермеде тұрған боз жорған ер тұрман жарқ-жұрқ еткізіп өзі мінеді. Маңнан қарағандарға қос жорға жер баспай, әшейін сырғанап бара жатқан сияқты көрінеді. Құлынды бие жетелеп, қос жорға мінген шешем мен қаным ел маңынан аулаққа ұзай береді. Бір мезгілде Айғаным көк майсалы кең далаға бір қарап күрсініп алды да сөйлей жөнелді. Ақыл алтау, ой жетеу болып тұр Байдеке. Қансыз қаңырап тақ қалды, қалың дәулет бақ қалды. Ханды қарытып, биді арытқан қар едіңіз, айтар ақылыңыз бар ма дейді. Байдалы үндемейді. Қалың ойға батып, кәр көзін сығырайтып, әлде қайда алысқа қарайды. Арқасынан аяз өткен адамша қайта-қайта тітіркеніп қояды. Қамшы ұстаған қол төмен түсіп, тежеулі тізгінде босап кетеді. Жайғана жайқалып келе жатқан көк сырғанақ аяңға, одан кейін ілбуге түседі. Ақырында көк сырғанақ тоқтайды. Сонда Айғаным: неге кетірдіңіз, Байдеке? Көк сырғанақ болдырды ма? Неге тітіркенесіз? Қамқа тон тондырды ма дейді. Ат болдырып та тұрған жоқ, тон тоңдырып та тұрған жоқ. Бірақ осы ат пен тон оңдырып та тұрған жоқ. Көптің көзінше сыйладың, оңаша шығарып алып қинадың. Қаусаған шалды қыран шалмас қияға салғаның неткенің Айғаным. Таққа отырғың келеді екен, оның несін менен сұрайсың? Қай хан халықтан сұрап таққа отырып ет деп шешен Айғанымның бетіне қарады. Айғаным, ойдағымды таптың деген пішіммен жымиып қана басын изейді. Сонда қарт шешен: мені қинап тұрған бұл емес, таққа ие болу, халыққа ие болу. Абылайда өзінше жақсы хан болғысы келді. Еліне екі емшекті қабат емсем дегенді ойлады. Бірақ сол Абылайдың сыңар емшекке қарап елде қалды, елмен бірге құла биенің үстіне қарап мен де қалдым. Шөлдеп жаздан таяқ жемесе, жұтап қыстан таяқ жемесе, ел ерні кезермесе, менің де ернім кезермеседі. Жазғы шөл, қысқы жұттан елді құтқаратын қамқоршы бола білгейсің. Осын естіген Айғаным: қош болыңыз көріскенше депті де, боз жорғаның басын кері бұрыпты. Шешен де қош айтысып, еліне қарай бет алыпты.